Сәлем достар. Қазіргі уақытта мен марафонға қатысып жүрген жайым бар. Бүгін бізде 4-ші жаттығу. Сол үшін де теманы ары қарай жалғастырғым келеді. Бүгінгі таңда мен басты арманым, алға қойған мақсатым өзімнің брендімді кондитерский цех ашу. Яғни тәтті торттарды пісіріп, елге қызмет жасау. Табысымды вақтылық методта пекар қызметін атқарып тауып жүрмін. Айлығым, бір айлық көрсеткішім 500 000 теңге. Енді мен осы армандаған цехты ашуым үшін маған осы 500 000 зарплатамен қанша жылда өз арманыма жете аламын деген сұрақ. Енді 500 000 есептеп көрейік. 500 000 теңгені, 500 000 зарплатамды үйдің расходына 300 000 теңгені алып тастайтын болсақ, менде қалтамда 200 000 теңге ақшам қалады. Яғни 200 000 теңгені мен қанша жылда жинап осы цехты аша аламын. Яғни цехты, бұл армандаған цехымды ашу үшін маған 10 миллион теңге керек. 10 миллион. Енді 12 айда 200 000 теңгеден жинайтын болсам, 12 айда мен 2 миллион 400 000 ақша жинайды екенмін. Ал маған 2 миллион 400 аз болады, 10 миллион ақша керек. Яғни 10 миллион ақшаны жинауым үшін мен 4 жыл 5 ай жинауым керек. Яғни 4 жыл 5 ай 200 000-нан жинап 10 миллион 800 000 ақшаны табады екенмін. Енді табады екенмін. Енді екінші табыс жолы бар. Яғни Incruz компаниясынан серіктестікті алып, әр ай сайын командаға 5 адамды тіркей отыра, маркетинг директор дәрежесіне, ранкіне жетіп, тұрақты жұмыс жасайтын болсам, мен 10 миллион теңгені бір жыл 4 айда табатын мүмкіндігім бар екен. Яғни салыстыра келе, мен 4 жыл 5 ай 10 миллион ақшаны жинағаным дұрыс па? Или Incruz компаниясына серіктестікті алып тұрып, бір жыл 4 айда 10 миллион ақшаны шығарып алғаным дұрыс па? Әрине, Incruz'ден серіктестікпен